Бүгін біз Әбдібек Аралбайұлының «Іздемені» атты дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер. Әбдібек Аралбайұлының өмірі мен шығармашылығына арналған біздің бүгінгі іс-шарамыздың мақсаты ақынның өмір жолын таныту, шығармаларының маңызын талдау, оқушылардың ойлау, талдау, пікір айту қабілеттерін дамыту және туған жерге деген, әдебиетке деген сүйіспеншілікті арттыру. Олай болса, қазір біз осы Әбдібек Аралбайұлының өлеңдері арқылы халқымыздың болмысын, туған жердің көркемдігін, адам еңбегін биікке көтерді. Бүгінгі кездесуімізде біз ақын туралы мәлімет алып қана қоймай, олардың өлеңдерімен рухани. Әбдібек Аралбайұлы өз дәуірінің дара тұлғасы. Ол қазақ поэзиясының тың серпін алып келген ақындарымыздың бірі. Ақын шығармалары туған жерге деген сүйіспеншілік, адамдық қадір, еңбек пен ел бірлігін жырлайды. Біздің топтарымыз туралы ақпарат беріп кетейік. Тобымыз аманат деп аталады. Ұранымыз аманат сенім, сенім парыз. Керемет. Не себепті біз бұл аманат деп қойдық? Оның себебі, мысалы, Әбдібек ағамыз бізге қалдырып кеткен қаншама өлеңі, туған жерімізге деген арналған өлең шумақтарынан біз соны аманат ретінде жаңа айтып кеткендей ұранымыздағыдай аманат сенім, сенім парыз дегендей сол мағынаға алдық аманат деген. Керемет, жақсы, өте жақсы. Келесі тобымыз Тау стелі тағылымы. Тобымыздың ұраны Тау стелі жастары, жарқын елдің бастары. Яғни біз не үшін Тау стелі тағылымы деп қойдық? Өйткені Әбдібек Аралбайұлы біздің ол өзінің Тау стелі деген биік нық дегенді меңзеп, және де осы ұстаздық ұстанымын да айтып тұр. Және де ол Түркістан облысы Түлкібас ауданы Пістелі ауылында дүниеге келген. Екінші бізде тағылымы, не үшін тағылымы деп қойдық? Өйткені бұл біздің қазіргі оқушыларға қалдырып кеткен шығармашылықтарын, өлеңдерін осы тағылыммен сәйкестендіреді, үлгісі. жақсы, керемет. Келесі топ ал, қанекей оқушылардың. Біздің топтың аты тектопқа. Ал ұранымыз тегіміз түрік, туымыз намыс, жолымыз ұлық. Жақсы, керемет. Топтарыңызға қандай? Тектопқа. Не себепті онда әріп қойдыңыз? Себебі олар болашақта біздің қандай екенімізді көрсетеді, және де біздің болашаққа деген ашық жолымызды көрсетеді. Сол себепте сондай топ болды. Жақсы, керемет. Әр топ өздерінше ерекше топтардың атын қойған екен, керемет. Ары қарай бізде дала менің алтын бесігім, тербеп өстім самал есіммен. Қара жерге табан тиегенде алақанды сезем, кен сезім деп, өлеңдермен өрнектелген, көркем тілмен суреттелген ақын поэзиясына берейік. Деген түлкі басым. Асан қайғы майлы кенте бақ берген, түлкі басым әулиеден бақ берген. Бүкіл жері толған алма жеміске, таңғалудан туристер кеп жақ жерде. Болды аудан орталығы әдемі. Бой түзеді абатшамдар әлемін. Бұл бабалар армандаған жетсемде егеменің елдің нағыз дәлелі. Серуеннің ішіндеміз нарық көшке елінің. Қазақ елі иншалла болғар қатар тадармаған елмедің. Дарындылық бар біздің қанымызда, еркіндік заман келді бағымызға. Түлкібасы түлеуде жылдан жылға нәр беріп шуағымен жанымызға. Болашаққа халқымыз болмай алған Түлкібасы таулы өлке, белес-белес қызғалдағы қолдан тиген егініміз. Өмір бойы қызғалдақ өсіп келіп, шұбай қызыл биігі тегін емес. Гүл тойы неге қалай бақыт? Әбдібек Аралбайұлы бақыт тыңын дереді, қайда деген сол бақыт. Тереңірек ойлашы, миға күш сап бір уақыт. Барлығы да баянсыз, сен бақыт деп жүргенде, бақытсыз деп жүрген көп уақыттарын ұғылатып. Бақытсызбын деп бекер сен өзіңді жерлейсің, бақыттылар айналып бір соны сен көрмейсің. Денеңдегі 12 мүшел келіс аман сау, нағыз бақыт дүние сол, оған көңіл бөлмейсің. Әбдібек Аралбайұлы тістерімен байысты, кеуде қақпай бір қалыпты жүрісің. Озық ойлы бауырымның бірісің. Ынтымақ пен береке боп үйінде шығысыңнан артық болсын.
1944 жылы туылдым. Түркістан облысы Түлкібас ауданы Стелі ауылында дүниеге келдім. Әкем туған долларға бай, әкем, шешем еген берді біз айтып болатын. Анам 7 құрсақ көтерген екен. Соның 5-еуі шеттер, ағам екеуміз ғана қалдық. Ағам менен 10 жас үлкен еді, яғни 1933 жылғы еді. Кластасым Мархабат Байғұт 50 жасының Стеліде ұлан-асыр той құрып жасаған болатын. Сол кезде мен Чехов Мұртазасындай мықты ақындарға өзімнің өлеңдерімді тарту еткен болатын. Сол кезде мен өлеңдерімді жылы қабылдаған едім. Дәл сол кезден бастап мен өлеңдерімді жаза бастадым, жина бастадым. Енді міне 3 том кітап болып жарыққа шықты. 900-дей өлең жаздым. Оның бірнешесі әлде де жазылып жатыр. Солардың ішінен мен бір өлеңді оқып берейін. Мен жастайымнан тауға, аңға қызығып өстім. Кейде аң аулап та тұратынмын. Сол кезде бір шабдым келіп, тау мен шипагерім деген өлең жазған болатын. Аңдыше қалмамызды. Тау мен шипагерім, жасымнан, еліктіріп мені тауға, құмар қылған құдайға мың бір тәуба. Қоя алмайтын шығармын тіршілікте адым, аңсаған тауға деген мысалда. Кезігер, тіршілікте адамзатқа, мұрттай ұмыт, ауырып қалған шақта, қия алмаспын тауымда алсырдым, жер көңіл жетелім әрбір саққа. Түлеген Түлкібасы, Асан Қайғы, Майлыкентте бақ берген, Түлкібасы әулиеден бақ келген. Бүкіл жері толған алма жеміске, таңғалуда туристер келіп жақ жерде. Болды аудан орталығы әдемі. Бой түзеді абатшамдар әлемі. Бұл бабалар армандаған жетсемде егемен елдің нағыз дәлелі. Тәуелсіздік орнаған жоқ тектегі. Басып өтті қиын қыстау өткелі. Бастауымен дана еліміздің мына ғажап заманға да жетті. Ақындар жүр, жерұйық қарнап жүр. Теңеу таппай сөз әлемін жарлап жүр. Әулиелі Түлкібасы құт мекен, Алатау мен Қаратауды жалғап тұр. Кетті мәңгі, өз өлкемнен мұнармын, жырлай үшін ақын болған шығармын. Түлкібасы ауданымыз түлеген туған жер, Тұрар Рысқұловтың тұрарды. Қайырлы күн, ұстаздар мен оқушылар. Біздің бүгінгі қорғайтын жобамыздың тақырыбы Әбдібек Аралбайұлы ел рухын жырлаған ақын. Әбдібек Аралбайұлы 2020 жылы шілде күні өзінің өмірбаянын толықтай жазып кеткен болатын Әбдібек Аралбайұлының атынан. Мен Әбдібек Аралбайұлы 1944 жылы 16 тамызда қазіргі Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы Пістері ауылында дүниеге келгенмін. Әкем Қуандықұлы Аралбай, анам Егендерген қызы Айткүл. Анам 7 құрсақ көтерген екен. Соның 5-еуінің шетінен кетіп, біз ағам Күлдәрбек екеуміз ғана қалыппыз. Ол кісі менен 11 жас үлкен, яғни 1933 жылғы еді. Стелі ауылындағы бастауыш мектепте бітіріп, 7 шақырым қазіргі Абай ауданындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы 7 жылдық мектепте оқыдым. Бар білгенім осы. Басқа жаққа барып оқуға ата-анам өте кәрі кісілер болған соң қарайлап кете алмады. Жалғыз ағам орталықта есепші болып істейді. Өз отбасымен сонда тұрып жатты. Денсаулығымнан кінәрат табылып әскерге кететін кезінде жарамай қалдым. 1964 жылы үйлендім. 6 қыз 2 ұлды өсіріп тәрбиеледік. 1994 жылы Жабағыл ауданынан көшіп кеттік. 2006 жылы аудан орталығынан үй салып, 2007 жылы зейнетке шықтым. Біздің мақсаты Әбдібек Аралбайұлының шығармашылығын зерделей отырып, оның туған жерге деген сүйіспеншілігін, ұлттық құндылықтарды дәріптеу жолдарын анықтау және өлеңдерінің жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызын ашу. Жобаның идеясы Әбдібек Аралбайұлының поэзиясы арқылы туған жерге сүйіспеншілік пен ұлттық рухты жастар санасына сіңіру, оның шығармашылығын тәрбиелік мәнін көрсету. Яғни бізде берілген жұмыс ол Әбдібек Аралбайұлының бір шығармашылығын таңдап, оны талдау. Біз Әбдібек Аралбайұлының насихат кітабына талдау жасаймыз. Насихат кітабының жанры өсиеттік, публицистикалық бағыттағы шығарма. Ол кітаптың мақсаты қоғамдағы тәрбиелік, адамгершілік, рухани мәдени құндылықтарды насихаттау. Кітаптың мазмұны насихат кітабы ақынның өмірлік тәжірибесі мен халқына деген жанашырлығына ниетіне туған
тілі қарапайым, түсінікті. Өлең жолдары немесе қарасөз түріндегі насихаттар оқырмандарға тікелей ой салады. Ұлағатты сөздермен өрнектелген тәрбиелік мәні кітап жастарды дұрыс жолға бағыттауға, ұлттық рухты көтеруге және қоғамдағы жағымсыз құбылыстарға қарсы тұруға үндейді. Қорытынды насихат тек әдеби шығарма емес, ол өмірлік абақ беретін рухани құрал. Ақынның әрбір сөзі тәлім мен тәрбиеге тән. Яғни ақынның өзі насихат өлеңінде айтқандай, насихатты дана, ақыл ойдан естимін. Біз неге насихат кітабын таңдадық? Насихат кітабы тәрбие мен рухани құндылықтарға өрнектелген шығарма. Бұл еңбекте Әбдібек Аралбайұлы жастардың имандылыққа, адамгершілікке, ата-анаға құрмет көрсетуге, адал еңбек етуді үндейді. Қоғамда жиі кездесетін теріс әрекеттерден сақтанып, дұрыс жолды көрсетеді. Шығармаларының тарихи маңызы. Біз үшін Әбдібек Аралбайұлының шығармалары тәуелсіз Қазақстанның рухани мәдени дамуына үлес қосатын маңызды туындылар. Яғни ол өз өлеңдері мен насихаттарында ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүрді, имандылықты, отансүйгіштікті басты тақырып етеді. Шығармалары арқылы автор өткен мен бүгіннің байланысын көрсетіп, жастарға тарихи сананы, рухани мұраны бағалауды үйретеді. Әсіресе ел бірлігі, еңбекқорлық, ата-анаға құрмет сынды идеялар халқымыздың тарихи тәжірибесіне сүйенеді. Сондықтан оның еңбектері тек көркем туынды ғана емес, ұлттық рухани жанын сақтайтын тарихи дерек көзі ретінде құнды. Қорытындылай келе, Әбдібек Аралбайұлының шығармалары бізге мұра болып қалған, және де бізге қазіргі қоғамда болып жатқан теріс әрекеттерден құтылуға, және де адамгершілікке баулайды. Оның шығармаларын әрбір адам оқу керек. Осы ғылыми жобаға байланысты өзім ұсынып кететінім, біздің қазіргі оқушыларға ұсынатыным Әбдібек Аралбайұлының шығармаларын мектеп бағдарламасына енгізу ұсынылады. Оның тәрбиелік мәні жоғары өлеңдері арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие беру тиімді. Сондай-ақ ақынның шығармаларын насихаттау мақсатында әдеби кештер, кітап көрмелері, яғни қазіргідей әдеби кештер, кітап көрмелері ұйымдастырылса, ұлттық құндылықтарды дәріптеу ісі жандана түседі. Назар салып тыңдағандарыңызға алғысымыз шексіз. Әбдібек Аралбайұлы. Әбдібек Аралбайұлы ол бізде жазушы, ақын, қаламгер. Әбдібек Аралбайұлының өмірбаяны. Әбдібек Аралбайұлы 1944 жылы 16 тамызда қазіргі Түркістан облысы Түлкібас ауданы Пішелі ауылында дүниеге келген. Шығармалары ақынның өлеңдері туған жерге, елге, табиғатқа тәуелділік пен махаббатты терең сезімі болған басым. Өлеңдері қарапайым, терең мағыналы және ұлы рухқа толы болған. Кейбір туындылар мектеп оқулықтарына енген. Яғни Әбдібек Аралбайұлының кейбір шығармалары да бізде жаңағы кітаптарда берілген. Негізгі тақырыптары отанға деген сүйіспеншілік, еңбек пен адамдық қасиет, таза махаббат, ізгілік, халық дәстүрін құрметтеу. Әбдібек ақындық өлеңдер мен насихат сөздерін жиі айтады. Рухани тақырыптарды қозғаған. Қоғамдық рөлі Қазақстан жастарын отансүйгіштікке, мәдениетке, рухты тазалыққа шақырады. Әдеби кештерге қатысып, жас ақынды үлгілі болуда. Қызықты деректер ақын 70-ге жуық ән репертуарымен болған. Баянмен сүйемелдейтін орындаушы болған. Өте тәрбиеленген 6 қыз 2 ұл бар. Өлеңдері жинақ болып кітаптарда жарияланған. Шамамен 900-ге жуық жыр жинаған. Әбдібек Аралбайұлының құстар әні дегенді тыңдап. Әбдібек Аралбайұлы стилінің байысы. Кеуде қақпай бір қалыпты жүрісің, озық ойлы бауырымның бірісің. Ынтымақ пен береке боп үйімде шығысыңнан артық болсын кірісің. Пендеміз ғой бола берер бір айып, ең зор айып, бекер жату тұрайып. Менің байқап бағалауым бойынша құттықтауға келін әбден лайық. Әбдібек Аралбайұлы, ғасыр перзенті. Ұлы ұстаз данышпан Абай дана, мәні терең жыр жазған қалай ғана. Оқи берсең оқыған келе бере, әсерлі күн шыққандай арайланып. Өлеңдерін оқимыз, шаттанамыз, Абайменен әлемге мақтанамыз. Оқып жатып көрінер айналадан, байқалмайтын көрсек
қалар ма еді егер де абай дана болмаған?